Марқұмды ұсталған кезде ол кісі мас күйінде болды. Әрі қарай сезіктіні біз наркология біздің қызметкерлер наркология апарған кезде Ағаділ Дулаттың мас күйіндегі орта дәрежелі жағдайы анықталды. Ешқандай қарсылық көрсетпеді. Және біздің қызметкерлерге өздерін атқарған міндеттеріне әрі қарай тергеу барысында арнайы прокурор басқармасы баға береді. Денесінде ешқандай жарақаттар анықталған жоқ. Тек 25-30 тәуліктен кейін толық сот сараптама нәтижелерін ала аламыз қорытындысын. Тергеу барысында Ағаділ Дулаттың тергеу абақтысына жіберген алдында поликлиника жіберіліп, толық медициналық жағдайы тексерілген. Ешқандай шағымдар болған жоқ. Дене жарақаттылар анықталған жоқ. Ертеңінде таңертең ол кісі өз аяғымен тергеу абақтысына жіберіліп, қамауға алынған. Түнде ешқандай шағымдар болмаған.